Көпті көрмеген, көп нәрсені таразыламаған адамның сана сезімі де тар болады да мынандай. Өйткені құдық құрбақадан шығып аспанға қараса, аспан деген шексіз дүние емес пе? Ал енді керісінше құдықтың түбінде жатып алып аспанға қарасаң, құдықтың аузы қандай тар болса, аспан да саған сондай болып көрінеді. Сондықтан сен елмен араласпасаң, білім алмасаң, жақсылардан өнеге үйренбесең, мына дүние деген бір мынандай болып көрінеді. Қош, адамдардың бәрі жаман қазір. Елдің бәрі жаман ойлайды. Адамдар бұзылып кеткен. Қазір вообще невозможно, біреуге сенуге болмайды. Біреуге сырыңды айтсаң біттің деген сияқты, адам бүйтіп тарыла берсе, дүниеде тарыла береді. Ал енді ішкі дүниеңдегі өкпе, реніш, жаман ой деген нәрселерді сілкіп тастап, жақсылық жасасам мен Құдай үшін жасадым. Мен адамгершіліктің ақысы үшін жасадым, ол адам үшін жасаған жоқпын десең, сен ол адаммен байланбайсың. Ал енді сен ол адамды қуантайын, соның ғана көңілін туралайын деп жақсылық жасаған